Қазір біздің қоғамдағы 99% жігіттер өзіне ұнаған қызды кездестіргенде болды, осы қыз менің өмірімдегі первая и последняя деген ойда болады да. Осы видеоны көріп отырған каждый жігіт уақытында бір қызға ғашық болды. Сосын жүріп бастағанда қиял мен арманға жаңа беріліп, уже үйленіп, семья болып, тойын елестетіп, или сол тойды қалай қашан өткізетінін ойлап, алға ойлап кетті. Егер әлі осылай ойламаған жігіт болса, қорықпа, соның басыңа по-любому бұл нәрсе келеді. Ал бірақ біздің каналға тіркеліп, бізді көретін, біздің видеоларымызды жібермей көріп жүрген жігіттер бұл қателіктердің алдын ала алады. Бір қызды кездестіріп, сонымен қартайғанша бірге болу, тату-тәтті бір өмір сүру, сол бала шаға сүйіп, немере сүю, кинодағыдай бір өмірді қалау жақсы ғой әрине, бірақ реальный өмірде кино мен сериалдағыдай бола бермейді. Оның дәлелі кеше үйленіп, дүркіретіп, той жасап, жарты жыл мен 2 жылға жетпей, аспай, яғни содан ажырасып, кеше ғана бір Алланың алдында ақ некесін қидырып, мешітте жаңағы бір-біріне уәде беріп, күйдім, сүйдім деген екі адам біраз уақыттан кейін бір-бірін сотқа беріп, алимент төлетіп, бір-бірінен жиіркеніп, көрмеген, білмеген, сен болсын қайдан ғана саған жолыққан едім деп қарғап жүрген адамдарды алысқа бармай-ақ өзіміздің ағайын туыстардың, жолдастардың арасынан көруге болады. Демек, өзіме ұнаған қызды көргенде, осы қыз Құдай қаласа менің өмірімнің соңына дейін бірге болып, бір жастықта қартайсақ деген ниетте болу, ол дұрыс әрине. Әңгіме жолдың ортасында осы ниеттен тайып кетпеуде. Андай-мұндай екен деп, сылтау айтып, берген уәдеде секіріп жатқан қаншама адам бар. Ниет туралы, қыз таңдау туралы бұл енді бөлек тақырып әрине, бұған қатты тоқталмай қойып. Ал енді басында айтқандай, қызға қанша басымыз кетіп, буынымыз босап ғашық болдық та, ешқашан осы қыз менің жалғыз таңдауым, мен таптым, толдым, болдым, басқа ешкім керек жоқ, бітті, осы қыз мен барым, мен нәрім деп ойлауға мен жеке басым өзім қарсымын. Керісінше, бұл қыз гарантированно менің өмірімде бірінші қыз емес, и соңғы да қыз емес. Қанша ғашық болсам да, қазақтың ақылды, тәрбиелі, мені сыйлайтын, жаңағы мені құрметтей алатын, мен де оны сыйлап сүйіп, өз орнында ақысын беретін қыздар Құдайға шүкір жетеді деген ойда болмайынша, жігіттер бір қыздың жаңағы соңында құрбан болып, қаншама уақытын, ақшасын, денсаулығын, жүйкесін тоздырып, өзінің нағыз жігіт кезіндегі өзіне бір күш-қуат тасып, ақша тауып, өзіне инвестиция жасап, болашаққа жоспарлар құрып, соған қарай дұрыс адамдармен дос болып араласып, өз табиғи функциясын орындауға, яғни ақша тауып іштегі Құдай берген потенциалды қолданудың орнына, сол бір қыздың артында соңында жатса да тұрса да соны ойлап, тапқан ақшасын сол қызға жұмсап, бар уақытын сол қызбен өткізуге тырысып, өзінің өмірін сол қыздың жаңағы айналасында құрастырып, қызға тәуелді болып қалады. Оны әдемі сөзбен бауыр басып қалдым деген жаңағы әдемі сөзбен ақтап жатады. Есте сақтайтын бір нәрсе бар. Егер қыз сен көргендей жаңағы сүйкімді, қылықты, әдемі болса, оған сен сияқты көзі түсіп, инстада лайк басып, коммент жазып, сторисін қарап жүрген қаншама жігіт бар да қазіргі уақытта. Қыздар ол жігіттерді мына категориямен қарайды. Мына жігіт альфач, бұл маған қарап, лайк басып жатса, ол қыз қуанады. Шақырса, любой жерге, любой кезде шығады. Оның вниманиясын не істейді, қыз өзі күтеді. Мына категориядағы жігіттер, олар средний ранг енді. Болғандар жақсы, барып кел шауып келге болады. Мыналар енді лоқтар, массовка үшін керек та, қыздың эгосына керек болады, біреулер жиналып алады айналасына. Енді өзіңде осы жерде қай категорияда, қай рангтағы жігіт екеніңді қарап қойсам болады да, бір қарап. Енді қызды кездестірдік, ұнады, бәрі келіп тұр, ойымыздан шығып тұр, көңіліміз қалап тұр. Енді оны танып білейік, жүрейік, көрейік деп жылдап жүріп алмай, тәтті кезде, сезімдер деген ыстық кезде, жаңағы ыстық суы басылмай тұрған кезде үйленуге әрекет жасау керек екен, егер сондай шешімге тоқтасаң. Бірақ басың кетіп, ғашық болып жүргенде, саған мен келіп, мына қыздың что-то мінезі дұрыс емес, мына қыздың түрі онша емес екен, немесе атанан келіп, балам, мына қыз сен ойлағандай керемет емес сияқты деген сын ескертулерді сен қалай қабылдайсың? Когда жүрегің осы махаббатқа толып, кришан кетіп жүргенде, қызыңды біреу жаман десе, солай ма екен, байқамап, қарап көрейін деп айтасың ба? Әрине жоқ. Суық ақылдың орнына ыстық сезімге жаңағы ыстық сезіммен кетарек қой дейсің ғой, мен білем оларды, мен ғой жүріп жүрген ол қызбен, сендер білесіңдер ма, мен білем ба деген сияқты өзіңнің ойыңда тұрасың да. Қашан мына ақыл сезімнен жоғары тұрмайынша, жаңағы ақ қараны көре алмайынша, махаббат деген осы екен деп кинодан көріп алған сценарий бойынша қуып кетуге болмайды жігіттер. Оның артында міндетті түрде сенің қайғырып, жылап, қалай қайтарамын, қалай кешірім сұраймын, өзімнен де бар екен ғой деген сөздермен өздерін кейін ақтап жатасыңдар. Сондықтан жігіттер сезім болып, шабыттанып, ғашық болу керемет әрине, бірақ бұл өтетін уақытша дүние екенін білу керек. Ол біткеннен кейін кешегі сенің көзіңде кукла болып, кемшілігі жоқ сияқты бір идеальный.
ыстығың басылғаннан кейін уже сондай әдемі емес екен де, фигурасы да ондай бір керемет емес екен, мінезі де бар екен ғой, оказывается, мен байқамаған екенмін. Былай қарасам басқа да әдемі қыздар көп екен, оказывается, деген ойға келгенде сол ғашықтық жайында қалады. Немесе қыздың саған деген ой өзгеріп, сенің кемшіліктеріңді байқай бастағанда, тоже айналасына қарап, инстада, ВК-дағы жігіттерге қарап, олардың вниманиясын көріп, басқа жігіттер бар екен ғой, бар болыпты ғой, жоғарыда айтқандай категорияларға қарап, жоғарғы ранговый жігіттерге көбінде қазіргі біздің қыздарымыз енді өкінішке орай секіріп кетіп жатады. Сосын сен жүресің қайғырып, қыз көп, жақсы қыздар да көп. Тек өзің сол жақсы қыздарды көріп біле алатын болсаң жақсы, әрине. Сондықтан жігіттер құр сезімге берілмей, ақылды миды қоса білу керек. Ол үшін білім керек. Өйткені сенің болашақта карьераң, бизнесің, оқуың, сенің денсаулығың, бақыты мен сорың да сен таңдаған жаңағы сен түнде төсекте жататын қызға, әйеліңе тікелей байланысты. Сондықтан ер азамат боламын, мықты боламын, қатарға қосыламын деген өмірге деген құлшынысың су сепкенде басатын, не тау қопаратындай бір саған күш беретін, мотивация беретін қызды таңдап алу, ол тек сезіммен болатын дүние емес. Осы тақырыпты толығырақ білгісі келетін бауырларымызға біз бір ай бойы бір базовый курс ашамыз, Алла қаласа. Сұрақ жауаппен және де қазір керекті актуальный тақырыптар бойынша, яғни қыздарға қатысты танысу, мен жүріп тұру, қалай доминантты болу, қалай қыздар өздері сенімен танысқысы келетіндей жағдайға жету, мақсат қойып соған жетеу, төсекте қалай ат болып дейді ғой, бір сексті дұрыстау, осыған ұқсас ақпараттармен бөлісетін боламыз. Кімге қызық болса, төмендегі WhatsApp номерге жазып, немесе дайректке хабарласса, көмекшіміз толық ақпаратты беретін болады. Ал бүгінге осы, аман сау болыңдар.